Қайырлы кеш баршаларыңызға, құрметті. Дәл қазір осы информацияны тыңдап отырған достар, жағдайларыңыз қалай? Мен өздеріңізге қазіргі таңда белсенділік танытып жұмыс жасауға ниеттеніп жатырған Қазақстан нарығында ресми өзінің өнімдерімен, сертификатталған өнімдерімен 40 жылдық тарихы бар халықаралық Лонгрич деген корпорацияны қысқа нұсқа, бұл корпорацияға қалай келгені туралы ақпарат қысқа нұсқа айтайын деп отырмын. Плюс сіздерде де дәл қазір осы ақпаратты тыңдап отырған жандарды бірінші кезекте адам баласы өзінің денсаулығын реттемесе, сіздің басқа жағыңыз ешқашан реттелмейді екен. Себебі сіздің энергияңызды денсаулығыңыз тартып алып қояды деген сөз ғой, бір сөзбен айтқанда. Яғни осындай керемет табиғи өнімдерді өзіңізге қазір қысқаша білген ақпаратыммен бөлісуді жөн көрдім. Қысқа нұсқа өздеріңізге арнаған ақпаратымды ары қарай жалғастырайын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Өз ойларыңызды міндетті түрде комментарийға жазып кетуді ұмытпаңыздар. Мен енді өздеріңізге қысқа нұсқа тағы да қайталап өтем. Біраз болған еді видео түсірмегеніме. Қайта бір сөз қайталап жатырмын деп қойсаң. Лонгрич корпорациясына, яғни келіп әр адамның бар таласы деген сөз бар ғой. Яғни сіз де дәл қазір осы видеоны көріп отырған жан бұл жерге тіркеле аласыз. Бастысы ниет болса болған, иә. Мысалы мына жерде 15.500 деген мен 71.000 деген екі соманың айырмашылығын сіздерге түсіндіріп кетейін. 15.500-ге тіркелген адам өзіне мынау тұрған пробиотик пен пребиотикті бір-ақ штугін ала алады. Яғни сіз бір-ақ рет осы өнімді алып, өзіңізге қалған өнімдерді алуға 50 және 70% аралығында жеңілдік алатын мүмкіндігіңіз бар. Бұл өнімдердің қандай пайдасы бар, иә? Адам ағзасын бірінші кезекте ішектерді тазалап болғаннан кейін барып керекті витаминдермен толықтыру керек екен. Біз енді дәрігерге барамыз да, дәрігер витамин назначить етсе, аламыз да оны ішіп кете береміз, иә? Біздің ағзамыз таза емес па, таза емес па, ол біздің витамин организмге сіңе ма, сіңбей ма, онымен жұмысымыз жоқ. Қазіргі таңда әр адам, денсаулығы сыр берген адам міндетті түрде осындай ақпараттарды ізденіп жүреді негізі. Солай мен де сондай сыр бергендердің қатарында болып, ақпарат ізденіп жүріп, осындай өнімдермен танысып, қазіргі таңда өзімнің денсаулығымды өзім қолға алып, дәрігерге қаралмаймын деп айта алмаймын, қаралам, бірақ өзімнің жауапкершілігін өз мойныма алып, қазіргі таңда осындай баттарды пайдаланғанның арқасында өзімнің энергиямды қазіргі таңда көтеріп, плюс өнімдерді дұрыс пайдаланып, ағзаға керекті витаминдер мен минералдарды толықтыру мақсатында осылай ізденіп жүрмін. Яғни өзіме керекті әрбір ақпаратты мен осылай алдыма ұсынады ғой осы өнімдерді. Ұсынған екен міндетті түрде ашып қарап, өзіме керек болғаннан кейін пайдаланып, содан нәтиже көргеннен кейін өздеріңізбен бөлісіп жатырған жайым бар. Қазіргі таңда Қазақстан нарығында Лонгрич корпорациясы 4-ші айға өтті, құдай қаласа 4-ші жылда да осылай өздеріңізге айтып ары қарай жалғастырып, үлкен белестерді бағындырғандардың қатарында болайын. 4 айдың жүзі болды. Айтайын дегенім 4 айдың ішінде үлкен жетістікке жетіп, корпорацияның промоушндарын орындап, шетел саяхатында жүрген партнерлар өте көп. Мен енді бұл корпорацияға келгеніме бір 4 айдың жүзі болды. 4 күннің жүзі болды. 4 ай, құдай қаласа бола берсін ары қарай. 4 күннің жүзі болды. 4 күннің ішінде осы корпорацияның өнімдерімен танысып, осы өнімдерді пайдаланған пікірлермен танысып, өздеріңізге ары қарай осы ақпаратты бөлісіп жатырған жайым бар. Яғни сіз бұл жерге тіркелу үшін 15.500 немесе 71.000 немесе 275.000 деген пакеттер бар. Оның барлығын қараңыздар. 275.000 деген пакеттер бар. Оның барлығын таңдау өз қолыңызда. Қайсысынан кіруге ниетіңіз бар, ары қарай кете бересіз. 661.700 деген пакеттер де бар. Яғни бұл жерде сіз өзіңізге керекті өнімді алып, денсаулығыңызды реттеу мақсатында, мысалы сіз бизнес жасағыңыз келмеуі мүмкін. Бұл жерге кімдер келеді? Бірінші кезекте денсаулығын реттеуге келеді кейбір адамдар келеді бизнес бастауға, кейбір адамдар тек өнімдерді 50 және 70% жеңілдікпен алып отырған. Бұл жерде тек қана денсаулыққа қатысты емес, барлық өнімдер бар. Күнделікті өзіңіздің тұтыну өнімдеріңіз де бар. Енді осындай қазіргі таңда онлайн дүкен ашылып жатыр. Мына жердің барлығын
мына өнімдердің барлығын сіздерге біртіндеп көрсетіп жатырмын. Енді өзім жаңа неге бердім, тапсырыс бердім. Қазірше складта жоқ болып келмей жатыр, 1-2 күнде келу керек. Жаңағы бұның алдында менде басқа компания болып оның өнімдерін ішіп көрдім ғой, содан нәтиже болғандықтан қазір сіздерге бұл өнімді мен ары қарай алуды жалғастырып жатырмын. Себебі бұның барлығының түбі Қытайдың ішкі нарығына арналған өнімдер. Қытай өзінің нарығын әбден жаңағы толтырып, қазіргі таңда уже шеткі нарықтарға шығып жатыр. Шеткі нарық дегенге как раз біздің Қазақстанды кіргізуге болады. Шеткі нарыққа шыққандағы басты мақсаты өзінің тауарларының санын көбейтіп, тауар айналымын жақсарту ғой, иә? Тауар айналымды бұлар сетевойдың элементтерімен қазіргі таңда жақсартуға жаңағы жақсартуды қолға алып, әрекеттерін ары қарай жалғастырып жатыр. Біз енді мен өзім осы сетевойдың элементімен келген жаңағы адаммын. Яғни мен бұл жерден үлкен бизнес бастауға келіп отырған жанмын. Өздеріңізді бизнес бастауға ниеттеріңіз болса, сіздерді бизнеске шақырам. Жоқ, маған бизнес керек емес, мен тек қана өнімді 70% жеңілдікпен алам десеңіздер, оған келсеңіздер болады. Ары қарай менің денсаулығымды реттеуім керек. Бұл жерде денсаулыққа керекті барлық өнімдер бар. Бағана ғана бір партнермен сөйлестім, ол кісі айтып жатыр да, менде буыным ауырады, сүйектерім ауырады дейді, артрозбын дейді да. Осы біздің глюкозамин хондроитин деген өнімімізді ішіп, мен кәдімгідей ұштым ғой деп қуанып айтып жатыр да. Мен оның бірақ флаконын іштім дейді, мынау тұр. Мен оның бірақ флаконын іштім дейді. Оның ішінде жаңағы 60 штук таблеткасы бар. Азанда 2 рет тамақтан кейін, кешке 2 рет тамақтан кейін ішіп, маған күшті көмектесті. Мен енді өзіме көбірек жаңа тапсырыс беріп, көбірек алдарып алып, мен ары қарай оны ішкім келіп жатыр. Себебі бұның алдында мен басқа глюкозамин хондроитинді басқа елдерден де алдырғам. Соның ішінде Египет деді, сосын Таиланд деді ғой деймін, шатаспасам. Сол жақтан да алып ішкен едім дейді. Сіз міндетті түрде жаңағы егер осы видеоны қарап отырсаңыз, комментарийға жазып кетіңіз, Меруерт ханым. Соның барын ішкен едім. Менде осыны ішкендегідей результат болған жоқ дейді. Осыны ішкендегідей нәтиже болған жоқ дейді. Қуанып айтып отыр. Яғни дәл қазір осы ақпаратты көріп отырған әрбір жанға басты байлық денсаулық қой негізі. Одан кейін басқа майда шүйделер денсаулықтан кейін тұрады. Оны денсаулықтың қадірін білген адам ғана түсінеді. Сондықтан дәл қазір мені көріп отырған жандар өздеріңізге міндетті түрде денсаулығыңызға жаныңызды ашып, өзіңіздің күнделікті пайдаланып жүрген заттарыңыздың химикат екенін біліп, табиғи таза өнім пайдалану ниетіңіз болса, міндетті түрде 8778 450 41 WhatsApp-на шықсаңыз, егер мен танитын болсаңыз, или болмасам бұл видеоны жіберген адамның WhatsApp-на шықсаңыз, өзіңізге толығырақ, тереңірек ақпаратпен міндетті түрде бөлісетін боламыз. Егер видео ұнап жатса, лайктарыңызбен комментарийларыңызды жазып кетуді ұмытпаңыздар. Түн тыныштығын тілеймін. Бұны түнде жазып отырмын, сондықтан сіздерге түн тыныштығын тілеп жатырмын.